Қазақстаным деген әнді жазуға тура келді. Оны енді қазір қалай деп түсінуге болатынын болмайтынын мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі, солтүстіктегі 5 облысымызды целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап, бұл қалай орыстар бөліп алайын деп жатыр, мынау солтүстік облыстарымыз деген шу шығып, айқай шығып сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген жақсы қазақтың талантты ақын еді. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын едік, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстаным деген сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Сосын Жамал апаға үйреттік, тағы Жамал апа қағып алып, тағы сразу радиоға барып орындады. Радиодағы жігіттерге айтып қойдық, күніне 1-2 рет беріп қойыңдар деп, менің Қазақстанды күніне 1-2 рет беріп қоятын болды. Сөйтіп жүріп, бұлай өзімізше бір патриоттық іс қозғадық қой деп. Жерімізді біз қайтарып алғандай болып қуанып ішімізден. Мен шешем міне келіп жатыр мына ауылдың сыртында, әкем қасында. О кісі өмірден жас кеткен кісі, ұзақ уақыттар ауру болды. Сол аурудан кетті. Ал ол кезде мен бойдақ едім. О 59 жыл кетті. Қазақта мақал бар, анаңды Меккеге 40 рет арқалап апарып алып келсең де қарызынан құтыла алмайсың деген. Соның бір жобасы болып тұрсын деп мен 59 жылдан бастап ана туралы ән жазайын деп ойға түскен. Қостарды қанаты самғады, балалық қоштарым өзіңе арнаған. Әлдилі баялап өсірген жемісін, самал кел саябақ құшағым мен үшін. Мен болғанда барда 2 ұл болды. Үлкеннің аты Әбілқасым, кішісінің аты Мұхтар. Олардың екеуі де жастайынан 6 жасынан музыкаға оқыған балдар. Біздің үйде 2 пианист, 1 скрипач, 1 композитор, 1 тыңдаушымыз бар. Жаңа Айсұлу деген сұлу керемет кішкентай жұдырықтай қызымыз бар, немереміз бар. Жәмиле болса, кемпірім қазір кемпір болды. Бәрімізді тәрбиелеп, жөнге қойып, балаларды оқытып, бәріміз неткен бар. Жәмиленің қолынан келген жұмысы оның барлығы енді.